Исаның Құдай екенін қайда айтқанын көрсетіңіз. Жарайды, мен мұны жеңілдетейін. Мен дәл қазір шахаданы айтамын. Дайынсың ба? Мені мұсылман еткің келе ме? Иә, Мен сенің Құраныңда Иса, мен Мәсіхпін деген жерді көрсеткеніңді қалаймын. Мен дәл қазір шахаданы айтамын. Мен Мәсіхпін. Маған осы жерді бер. Құдай Исаны Мәсіх дейді. Мен сенен Құдай туралы сұрамадым. Маған Құрандағы Исаның сөздерін бер. Онда ол мен Мәсіхпін дейді. Мен дәл қазір шахаданы қабылдаймын. Маған осы жерді бер. Бізде ондай жер жоқ, бірақ ол айтты. Не дейсің? Бізде ондай жер жоқ. Не дейсің? Бізде ондай жер жоқ. Жарайды, екінші мүмкіндік. Маған Құранды көрсет. Онда Иса, мен Мәриямның жіберген Алланың сөзімін дейді. Мен шахаданы қабылдаймын. Иса мұны қайда айтты? Бізде ондай жер жоқ. Бізде Құдайдың айтқандары бар. Сонымен неге сенесің? Өйткені Алла осылай деді. Енді мен сені жерлеймін. Мен сені жерлеймін. Жігіттер, естідіңдер ме? Ол маған Исаның мен Мәсіхпін, Алланың сөзі деген жерін көрсете алмайды. Бірақ Алла айтты, бұл оған жеткілікті. Енді мен сендерге әке Құдайдың Исаны Құдай және жаратушы деп қай жерде айтатынын көрсетемін. Мен сені және пайғамбарыңды жерлеймін. Еврейлерге жазылған хатта 1 тарау 8-ден 12 аятқа дейін. Енді сендер оны естідіңдер. Солай ма? Бізде Исаның сөзі жоқ. Бірақ Алла осылай деді. Бұл оған жеткілікті. Бізде Құдай әке бар. Ол Иса Құдай, жаратушы, өмір сыйлаушы және қожайын дейді. 8 аятта ал ұл туралы былай делінген. Көрдіңдер ме? Бұл тас жалаушы осыны жоқа шығаруға тырысқанша күтіңіз. Бұны кім айтады? Бұл Құдай әке. Сонымен әке Құдай ұлына не дейді? Жалғастыра бер. Ол былай дейді. Сенің тағың о Құдай сақталады, мәңгілік патшалығыңа жүргізесің әділ билі. Заңсыздықты жек көріп әділдікті сүйесің. Сондықтан да Құдай, өз Құдайың сенің өзіңді тағайындап, сыйлады саған серіктеріңнен гөрі шаттықты молынан. Ол туралы тағы мынадай сөздер де айтылған. Ием, жердің негізін салғансың, әуел баста құдіретіңмен жараттың аспанды да. Олар құриды, сен боласың әр уақытта киімдей тозады олардың барлығы да, сен соларды көйлектей ауыстырасың, шапандай бүктеп алып та қоясың. Ал өзің өзгермей қалатын боласың, еш таусылмайды сенің жасар жылдарың. Естідіңдер ме? Құдай әке, Иса, сен мәңгілікке билік ететін Құдайсың. Сен аспан мен жерді жаратқан иесің. Сен өзгермейсің, ал жаратылыс өзгереді. Құдай Исаға, сен Құдайсың, сен мәңгі билік етесің. Сен аспан мен жерді жаратқан иесің. Сен өзгермейсің, ал жаратылыс өзгереді. Енді сен Исаға Құдайың ретінде дұға етесің бе? Құдай осылай айтқандықтан сен Исаға табынасың ба? Құдай не деді? Ол мұны саған жаңа ғана оқыды. Еврейлерге жазған хат 1:8-12. Ол туралы не айтылады? Құдай әке, тағың Құдай дейді. Ал араб тілінде бұл «Я, Алла». Сен араб киелі кітабына жүгінесің. Бұл мәңгілікке дегенді білдіреді. Содан кейін әкесі ұлына, сен, ол жерді құрған ие, ал аспан сенің қолыңның ісі. Сен оларды айналдырасың, олар өзгереді. Бірақ сен өзгермейсің, және жасың бітпейді. Сондықтан Құдай әке Исаны жаңа ғана даңқтады. Сен ұлым Құдайсың, сен мәңгі билік етесің. Сен иесің, сен аспан мен жерді жаратқансың, және сен өзгермейсің. Енді сен Исаға табынасың ба? Өйткені Құдай оны Құдай иеміз, жаратушы және өмірді жеткізуші деп атағандықтан. Жоқ, сендер маған сөйлеуге рұқсат бермейсіңдер. Сен осыны қабылдайсың ба? Еврейлерге кім хат жазды? Мен осыны сұраймын. Сен де пайғамбарың сияқты мазақсың, өйткені сен маған киелі кітапта Иса ол Құдай деген жерді көрсет дедің. Мен мұны саған көрсеткенде, сен не істедің? Оны кім жазды? Құраныңды кім жазды? Иблис, Мұхаммедтің әкесі ме? Қалай болғанда да бұл жігіт бітті. Сен оны жаңа ғана жойдың, болды. Ол бітті. Киелі кітапты кім жазғанын сұраған сайын, ол жерленгенін мойындады. Оның пайғамбары жерленген. Өйткені киелі кітап Исаның Құдай екенін көрсетеді. Ол мұны жоққа шығара алмайды. Енді оның жазбалары барлық құндылығын жоғалтады. Мен басқа стрим үшін даусымды сақтауым керек. Бұл жігіт сайқы мазақ. Оны жалау үшін қара тасқа қайта жіберіңіз. Құдай саған батасын берсін.